есімім Жанар, менің каналым шетелде өмір сүру жайында болмақ. Жалпы шетелде өмір сүрудің түрлі жолдары бар, енді шетелге шығудың дейікші түрлі жолдары бар. Ол оқу мақсатында, жұмыспен, жалпы тек қана қыдыру мақсатында осы жөнде бүгін айтатын боламыз. Мен әрине сіздерге шетелге кету, Қазақстаннан кету жөнінде ешқандай да бір насихат жүргізгім келіп отырған жоқ. Дегенмен де осы қалай шетелге шығып 1-2 жыл өмір сүрсем екен, тәжірибе жинасам екен деген жастар бізде көп. Соларға кішкене болса да ақпарат болсын деп отырмын. Ендеше бастаймыз. Қазақстанның азаматы бола тұра қалай өзге мемлекетке кетуге болады, Осы сұраққа тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстанда халықаралық бағдарламалар орталығы деген бар, білім және ғылым министрлігіне қарасты. Осында көптеген гранттар, яғни көптеген мемлекеттерге гранттар бар. Сол гранттарды алып, әрқайсысына документтеріңізді жинап, көбіне шаблонный болып келеді. Сол гранттарға тапсыруға тырысыңыз. Және мынандай бір құпия деп айтайыншы, енді айтсам, егер ағылшын тілінде емес, сол жергілікті тілде таңдау тілін таңдасаңыз, сізде конкурс, яғни сондай қатал болмайды, бәсекелестік аз болады. Сондықтан осындай бағдарламаларға өтіп кету жаңағы мүмкіндігі жоғарырақ деп айтқым келеді. Мен енді өзімнің кішкене тәжірибеме тоқталып кетсем, менің таңдауым Еуропа мемлекеттері, соның ішінде орталық Еуропадағы Мажарстан, Венгрия мемлекетіне түсті. Ешқандай да өкінбеймін. Қазір Будапешт қаласында тұрып жатқаныма 4 жылға барады осы жылы. Мен өзім ең бірінші Будапешт қаласына келгенде ешқандай тіл білген жоқпын. Мажар тілін білген жоқпын. Менің ағылшыным өте нашар болатын. Әрине ағылшынша білетінмін, бірақ маған сөйлесу өте қиын болатын, ұялатын сөйлескенде, мен ешкім түсінбейтін сияқты, менің акцентім біртүрлі сияқты деген сияқты комплекстер болады. Мен негізі өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, мен елшілікпен көп жұмыс істейтінмін, елшілікке көп баратынмын, шақыртуларынан қалмайтынмын. Солардың арқасында көптеген шараларға бардым, өзім де бара беретінмін, халықпен араласатынмын. Және мына мажар халқының бір ерекшелігі, оларға, енді әрбір халықтың ерекшелігі сондай шығар, оларға өз тілінде сөйлеп, бірдемелерді сұрап, жаңа қызығушылық танытсаң, олар көмектесуге әрқашанда дайын. Енді егер сіз мен мүлдем оқуды қаламаймын, шет тілінде сол жерде университетте оқығым келмейді, оның барлығы жауапкершілік дейтін болсаңыз, онда әрине сіз жұмыс жағын таңдайсыз, яғни. Жұмыс жағы қалай? Бізде Қазақстанда көптеген қазір компаниялар бар, оның ішінде әрине заңдысын, тіркелгенін, жақсыларын таңдау керек. Солар арқылы шетелге шығу мүмкіндігі бар. Олар сізге виза, барлық документті реттеп береді. Әрине оның белгілі бір құны бар, бірақ солармен келіссөз жүргізіп көрсеңіздер болады. Мен төменде сондай жақсы компаниялардың бір-екеуін сіздерге немесе комментарийде жазатын боламын, егер қаласаңыздар. Тағы да бір жолы бар, енді ол қаншалықты дұрыс бұрысын мен білмеймін, бірақ көбіне менің естуім бойынша Корея, басқа да мемлекеттерге жастар туристік визамен барып, содан кейін жұмыс тауып, содан кейін жұмыс пермитін жасап жатады. Енді бұны өздеріңіз шешесіздер, ары қарай өздеріңіз қарайсыздар, іздену керек, көру керек. Ең қиын менде расында да проблема дегізетін мәселелердің бірі ол тұратын жер табу. Өйткені Европада өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда тіпті сіздер өзіңіздің квартираңызды жалға беріп жатсаңыз да, сіздің мына жақтағы арендаңызды ол өтемейді. Өте қымбат квартира, сондықтан бұл расында да проблема. Студенттерге кішкене оңайырақ, өйткені оқу орны жатақхана береді. Ал жұмыс бабымен келетін адамдарға ол кішкене қиындау, бірақ оны да шешуге болады. Түрлі жарнама агенттіктері, Фейсбукта топтар, студенттер бірге тұру, бір-екі жаңағы бір үйдегі бөлмелерді бөлісіп тұру деген сияқты мәселелерді қарастыруға болады. Бірақ осында өте сақ болу керек. Осында сіздің тіл меңгергендігіңіз өте қажет, өйткені сіз контракт толтырасыз, келісім шарт толтырасыз, осының барлығын алдын ала жоспарлап алған жөн.
Достар, енді мен сіздерге жақсы, жаман, қиын, оңай деген жақтарын айтып жатырмын, бірақ дегенмен де таңдау өздеріңізде. Мәселен, бірнеше жыл келдіңіз, 1-2 ай болдыңыз, немесе 1 ай ғана болдыңыз, бір апта болдыңыз, көрдіңіз, таныдыңыз, жақсы екен, әдемі екен, бірақ мен тұра алмаймын, маған қиындау, менің санама бұл сай келмейді десеңіз, онда өзіңізді қинамай елге қайтқан жөн. Мәселен, менде де ондай ойлар болды. 1 жылдан кейін, бітіргеннен кейін тілдік курсымды, немесе ары қарай 2-ші жылдан кейін, 3-ші жылдан кейін тіпті пандемия болып кетті. Оның барлығында мен ойладым, бұның бәрі маған неге керек, мен кетейінші деген сияқты. Бірақ ол өзіңізге байланысты, сараптайсыз, көресіз, ақылға саласыз деген сыңайлы. Кетіп, Қазақстанда өмірді жалғастырсаңыз да, онда барып қайтадан жаңа тәжірибемен бастасаңыз да, ешкім сізге ештеңе демейді, күлмейді. Ол 1 күндік, 2 күндік, 1 айлық, 1 жылдық болса да сіздің жеке тәжірибеңіз. Сондықтан сізге тек сәттілік тілеймін.